Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Садық Ақжол. Бүгінгі айтылатын тақырып ол түркі дәуірінің мәдениеті және осы тұстағы ұлы жібек жолы. Түркілердің жалпы наным сенімдері исламға дейін алғашқы түркілердің оған өзіндік ерекшелігі бар діни наным сенімдері болды. Түркілердің отқа табыну, ата баба рухына, әруағына сыйыну және о дүниелік өмірге сенудің орын алғаны белгілі, бірақ негізінде көк тәңір яғни аспан құдайы түркілердің діни наным сенімнің жүйесінің негізі болды. Бұл наным сенім тәңіршілдік деп аталады. Барлығы аспан құдайының қалауымен болады деп көзқараста болған. Бақсылықта орын алған, бақсы деп өзін басқа тылсым дүниелермен байланыстырып түркі рухтарымен қарым қатынас жасай алатын адамды айтқан. Оған қоса түркі тайпалары отбасы және балаларын қамқоршысы ұмай анаға табынған. Айта кететіндей, анимизм, фетишизм, тотемизмді орын алған. Ұлы жібек жолының даму себепті түркілердің наным сенімдері әрқашан өзгерісте болып отырған. Айта кететіндей, христиан дінінің болуы да оған дәлелдер оңтүстік Қазақстандағы кеңінен таралған шіркеулер болған. Батыс Қазақстанда буддизмнің болған дәлелдейтін археологиялық жәдігерлер болған. Жалпы буддизмнің әкелуіне соғдылар мен қытайлар ықпал еткен. 6-8 ғасырларда дінге деген көзқарас қарама қайшылықтар өте көп болған. Осы қарама қайшылықтардың тоқтау ретінде ислам діні келген. Ислам толыққанды рухани тазалыққа шақырған дін болды. Басқа діндермен салыстырғанда ислам ұлттың тарихын, дәстүрін, тілін ұмытуға талап еткен жоқ. Қысқаша айтқанда, бір аллаға табынуға шақырып, таза әрі түрік дүниетанымына жақын дін болды. Осылайша Орта Азияда ханафилік мазхабы кеңінен тарады. Оның негізін қалаған Әбу Ханафи болған болатын. Исламды қабылдаған түріктер өздерінің рухани және саяси бостандық, этникалық сана сезімі, тілі мен мәдениетін жоғалтпады. 10 ғасырдың екінші жартысында түріктердің исламдануы белсенді болған болатын. Оған дәлел Қарахан мемлекетіндегі Мұса тұсындағы 960 жылы ислам дінінің мемлекеттік дін ретінде жариялануы. 12 ғасырда жалпы ұлы жібек жолы және қала мәдениетінің өркендеуі. Ұлы жібек жолы қалалардың арасындағы сауда керуендерінің маңызды жолына айналған болатын. Ұлы жібек жолын ашқан Ужансян осы Қытайдың орталық аудандарынан бастап орталық Азияда төте жолды тауып, сол кезде сол жолдармен Қытай жібегін және басқа да құнды тауарларды тасымалдаған болатын. Қытайдың ішкі аудандарында және орталық және батыс Азияда өте қымбат тастар, әйнектерден жасалған бұйымдар тасымалдана бастаған. Осылайша өркенделе келе ұлы жібек жолы қазіргі Қытай аймағынан бастап Қазақстанның оңтүстік аймақтарында арқылы және орталық шығыс Ауғанстанды, Иран мен Иракты, Түркияның жерін басып өтетін. Сауда керуендерінің әртүрлі қауіп қатер төніп тұратындығына қарамастан тәуекелге бел буының себебі саудадан түсетін өте қомақты табыс болатын. Сауда керуендерінің барып қайтуына әдетте 1-2 жылға жуық уақыт құртылатын. Орта ғасырлық қала мәдениеті ежелгі түркілердің көшпелі мәдениетінің отырықшылық және диқаншылық мәдениетін ұштастыруға талпынған нәтижесінде орта ғасырлардың орта шебінде Қазақстан аумағында қалалардың мәдениеті айтарлықтай өркендеді. Негізгі гүлденген аймақтар ұлы жібек жолының басты тармағынан өтетін оңтүстік Қазақстан мен Жетісу өңірінде өзеннің жағаларындағы қалалар болды. Тарихи деректерде Сауран, Испиджаб, Отырар секілді қалалар ірі сауда орталықтары ретінде белгілі болған болатын. Оның ішінде Мәуереннахр мен шекаралас Испиджаб қаласы туралы деректер жақсы сақталған. Оның бау-бақшасы көкорай алқапта орналасқанына, онда әртүрлі жеміс ағаштарының өсетіні туралы мәліметтер бар.
ежелгі Тараз қаласының қоршап жатқан үлкен кішілі көптеген қалалар мен елді мекендердің көптігі себепті Тараз қаласының түркі қағанатының тұсында өркендеу үлкен ықпал жасады. 11 ғасырдың бірінші ширегінде Тараз және Испиджаб қалаларында теңге жасалына бастады. Нақтырақ айта кетсе, алғаш кезде қалаларына мыстан жасалған, ал қала аралық сауда саттығында күміс қолданған. 11 ғасырдың 70 жылдары күміс теңгелердің орнына алтын тиындарға ауыстырыла бастаған. Исламдану үрдісінде күшеюіне Мәуереннахр мен оңтүстік Қазақстан қалалары маңызды рөл атқарды. Қала архитектурасына мешіт салыну негізгі құрылысқа айнала бастады. Ислам сәулет өнерінің негізінде медреселер, мазарлар, сопылық орталықтар, моншалар пайда болды. Қалалар мен керуен жолдарының бойында сауда керуендерін аялдайтын керуен сарайлар пайда болды. Қазақстанда қалыптасқан ірі керуен сарайларының бірі ретінде Жамбыл облысы Ақыртас ескерткіші айтсақ болады. Көне түркі жазба ескерткіштері ежелгі түркілердің сына жазуы шамамен біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдық ортасында пайда болды. Ежелгі түркі алфавиті рулық тайпалық негізде жасалынған және олар 35 әріптен тұрды. Ежелгі түркі жазба ескерткіштері табылған аумақтар ол Талас, Іле, Сырдария, Ертіс өзендерінің жағалары. Жалпы түркі жазба деректерінің алғашқы ескерткіші тарихи дастандар, күлтегін және тоны көк жазулары болған болатын. Түріктер түркі жазуымен қатар соғды жазуында пайдаланған болатын. 8 ғасыр мен 10 ғасыр аралығында түркі тілдес халықтардың әдебиетінде 12 оғыз эпосынан тұратын Қорқыт ата кітабы жазылған болатын. Ерте ғасырлардың шығысында біріне оғызнама жазылды. Оның алғашқы нұсқасы 13 ғасырда Рашид әд-Дин жазды. 17 ғасырда Әбілғазы хан толықтай көшіріп алды. Мұсылман ренасына және түркі ғұламалары 9-13 ғасырлардың басында Отырар, Испиджаб, Тарар, Бұқара, Самарқанд және тағы да басқа қалаларда ғылым мен мәдениет орталықтарына айналатын. Мұнда ұлы тұлғалардан Әл-Фараби, Әбу Райхан Бируни, Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Игенки, Қожа Ахмет Яссауи сынды ғұламалар өмір сүрген болатын. Әбу-Насыр Әл-Фараби 870 жылы Фараби, яғни Отырар қаласында дүниеге келген болатын. Әл-Фараби айналысқан ғылымдары астрономия, логика, музыка, математика, әлеуметтану, этика, медицина, психология, философия, құқық және тағы да басқа ғылымдармен тереңірек айналысқан. Ол жалпы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атағына ие болған тұлға. Ғылымдардың жетекшісі туралы сөз трактаты өз кезінің білім жүйелерін шығаруына ықпал еткен болатын. Азаматтық саясат, бақытқа жету туралы атты танымал еңбектері болған болатын. Әбу Райхан Бируни өткен буындарының ескерткіші Масғұт кестелері атты еңбектерімен танымал. Бируни Коперник Галилейге дейінгі жер күнді айналатыны туралы айтқан болатын. Әлем халықтарында 11 ғасырда Әбу Райхан Бируни ғасыры деп аталған болатын. Жүсіп Баласағұн Қарахан мемлекетінің ортасында Баласағұнда дүниеге келген болатын. Құтты білік шығармасы арқылы көпке танымал. Жалпы басты идея ізгілікті қайнар көзі білім деген тақырыпта жазылған.
түркі тілінің алғашқы энциклопедиясы болып саналынады. Одан кейін айта кететіндей махмұд қашқари, ол диуани лұғат әт-түрк еңбегімен өте танымал. Бұл еңбек құнды мәліметтер кездесетін, және бұл кітап түркі мәдениетінің бірегей ескерткіші болып табылады. Осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет.